Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен қорылдауды қойдыратын амалдар жасайтын боламыз. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қоюды ұмытпаңыздар. Әйел адамның үйді басына көтеріп қорылдап ұйықтауы тіпті ыңғайсыз жағдай екен. Осы жағдайдың кесірінен мен қонаққа баруға қорқатын. Жолдасым да менің осы жаман әдетінің ұйқысы қашатынын айтып, жиі шағымданатын болды. Содан кейін мен қорылдаудың себебі мен одан құтылудың жолдарын қарастыра бастадым. Адам миы шаршағанда өзі мазасызданып қорылдайды екен. Бұл әрине бастырылып қалудан тыс себеп деп жазады Ауырмаңыз газеті. Сол кезде шынымен мазасызданып жүргенім рас. Ал емделу тәсілі мынандай: 3 лимонды еріттартқыштан өткізіп, оған үлкендеу 2 бас сарымсақты үгітіп, қосып араластырады. Осыны күніне 4 рет қасықпен қайнатылған жылы сумен ішу керек. Ұйқы алдында жас капустаның бірер қабығын жейді. Ем кем дегенде 1 ай созылады. Осы тәртіпті дұрыстап ұстаған соң біртіндеп қорылдау құтылады, дейді Гүлсім Мұратовна, Ауырмаңыз газеті.